Той десе қу бас домалайды деген бар. Жүргенбекте 30 жыл көрмеген досы ұлын үйлендіргенде тойға барды. Зият мұның соқа басы сопайып, азып-тозып кеткенін қайдан білсін? Шақыру билет жіберіпті. Қасындағы қарауыл жігіттер: 30 жыл көрмепсіңдер. Тойға елеп шақырса, ол үшін сенің орның бар болғаны. Біз бір киерімізді берейік. Жақсылап жуып, иісін кетіріп, күнге қақтап, одеколон сеуіп кеп жіберсек, кәдімгідей боп қаласың ғой, жүреке. Менің түплиім аздап үлкендеу, бірақ іші сасымайды. Басына мақта тығып бар енді. Жертөледе қарауыл боп басыңа бір дорба киіміңді жастап жатқаныңды білмесін. Сарбаз бол, ішпе. Бел кетер, бел кетпесе белдік кетер. Тойда ішпей, аз-аздан іш. Іш киімің барма жөні түзу. Айлық алғанда жаңасын әперем. Осының бәріне Жамылхан кінәлі. Керек кезімде қол ұстасып жүрді де, керек болмап едім, тастап кетті. Суретке түсіп келемін. Көрсін қатын, мені әлі де адам іздейтінін. Қатыныңды көретініңе сенесің бе? Мен таптырған балалар іздейтін шығар. Тойларына шақырар. Сонда біраз мұң шығамын. Ашыққанымды, ашынғанымды, кейде тойынғанымды айтармын. Иіссудан не бар? Менде қара шалбардың қалтасында бір иіссу жүр, соны сеп. Ұрлықты ма немене? Өлгелі жатып та кісі затын алмайтынын білесің. Біреудің машинасын жуып бердім. Сонда бірталай затын жерге шығарып тастадық. Шанхай жақта біраз заты жерде қалып кеткен, келмеді. Босқа далада қалама. Бірер диск бар. Көп сөйлемей дайындал. Автобуспен жеткенше, сол жақ жағалауда дедің бе? Дөкей болды ғой ол. Ол жақтағы мейрамханалар өте қымбат қой. Бізге сарқыт ала кел. Қатын құсап қапшық арқалап жүрем бе? Берсе деймін де, көрерміз. Өзінше сәнденіп шыққан. Далада жауын құйып тұр екен. Келін жылауық ба немене? Қыс күнінде қаспақты көп жеген сияқты ғой. Көшеде жүгінші аз. 60 теңгесін аяп жаяу шықты. Ал әзір жап-жарық қой, қайтарда ертерек шығып, соңғы автобусға болса да үлгеруі керек. Қиыр тұсқа өте бергенде бір машина ағызып келіп, лай суда шашыратып кеткен. Қап, қыздай сызылып келе жатыр ем. Фонтан астына барып тазалап алармын. Қалтасындағы 5000 теңгесі су болып қалыпты. Тост бергенше кептіріп алады. Әлгінде әсет марлымен қырын шығарып берген шалбардан күй кетті. Зиятпен талай балшыққа түспеп едім. 30 жыл өтсе өткен шығар. Түсіп қалған тістері арасынан жел кірді. Демің сасиды, сүйісіп амандасасын деп жігіттер дым ішкізбеді. Ел жақтан Бекмұраттар келді деген. Қызық болды ғой. Оның әйелі әлі сұлу ма екен? Тойда анадайдай ресторанның қарасы көрінді. Бәден дей ме? Ол не бәле? Қазақша ат құрып қалған ба? Қаптаған қымбат көліктер арасымен өте бере Зиятты таныды. Бала Зияттан жұрнақта қалмаған. Қос қолдап тұра ұмтылған. Біреулер той иесін қолтықтап алып кетті. Тезірек 5000-ын кептірмесе болмас. Оны да қарызға алды. Әлде бір түсініксіз музыка естілді. Әдемі жап-жас қыздар сылқ-сылқ күледі. Астанада күн сәл суытса, қара суық сүйектен өтеді ғой. Ал бірақ мына қыздардың сирағы жалаңаш. Әрлі-берлі шық-шық еткізіп суретке түсіп жатыр. Тамағымды 100 граммен тымдап алмасам ба екен? Денем әлі нам ғой. Қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын. Деп жүретін Жүргенбекте салып ұрып ішке өтті. Әдемі еденге ізі түсті. Қала Астана болғалы кім келмей жатыр мұнда жер ауып. Зияттың мұнда екенін білмепті. Той деген жақсы ғой. Жарқ-жұрқ еткен байлық. Зәрін баклажкаға құйып, лақтырып жіберіп, тамақты қарбыта асайтын жертөледен шыға сала жұмаққа табаны тигендей болып тұрғанда, кенет: «Мына біреуді шығарып жіберіңдерші», деді асаба жігіт. «Асхана жаққа жіберіңдер, бір жарты беріп шығарып салсын». «Ой, мен тойға шақырылғанмын», деп күзетші жігіттермен жағаласа кетті. Қалтасын қарманып еді, шақыру суретін ұмытыпты. Зият, сыныптасым, ауылдас. Бекмұраттар бар ма мұнда?
келді деп еді. Бекмұраттың әйелі кім еді? Тілімнің ұшында тұр. Мөлдір! Анда не боп жатыр? Деп Зият тура жүгірді. Бай жерден қыз алып, өзі де қай жерімнен ши шығып қалады деп тызақтап тұрған. Жетпегені көше қаңғы басы еді. Жақын барса жүгермек. Жүргінбекті солай атаушы еді. Сүйкімді қара бала еді ғой, дөп-дөңбелек. Зият! Деп өзін құшақтай алды. Үсті малмаңдай су. Жаяу келген-ау. Болды, деп кеудесінен итерді Зият. Анда Бекмұраттар отыр, сонда бар. Кейін сөйлесеміз. Үстің кепсін. Үстінен шыққан нашар иісіне қарап ойланып кетті. Неге сонша жүнжіген? Бірде аш, бірде тоқ етіп әжесі өсіріп еді ғой. Әке-шешесі қамыс буып, сал жасаушыларға өткізетін. Сырдың бойындағы балалығы ғана емес, тоқтығы, қайғысыз, мұңсыз күні әлі есінде. Зият қанша шіренсе де бала күнін ұмыта ала ма? Асаба жаққа барып, сыныптастар ішінен Жүргенбек дегенді сызып таста, тамақ ішіп қайтсын. Өзі қиналып жүріп, сыйлық берем деп тыраштанар. Сөзге шықса не айтарын кім білсін? Құдалар кеткен соң өзім реттермін, сызып таста, деді. Киімімен күтіп алған ақылымен шығарып салады. Дейтіндей ақылды да емес. Ақылды болса жүреме осылай. Бекмұраттарды да қуанта алмады. Олар қарабайыр ауыл адамдары болыпты да шығыпты. Көп шығындалған-ау, киімдерін судай жаңа еткен. Мөлдір ғана мөлдірлігінен айырылса да әлі сырбаз, кербез-ақ. Ай Бекмұрат, мынаны кептіре алмадым. Бірдеңе етіп ақшаңмен қоса берерсің. Сөз сөйлесем қанша әкелгенімді айтармын. Сендер немене сөйлемей қалғансыңдар? Бүгін бір ағымыздан жарылып, бала күнді еске алмаймыз ба? 30 жыл, табаны жүректей 30 жыл, балалар аман есен бе? Аман. Одан әрі ешкім сөйлемеді. Мен ішем онда, іш. Ішіп отырып байқағаны той орысша жүргізіліп жатыр екен. Ой, мына той орысша ма немене? Бір орыс жоқ, бірақ орыс тілінде өтіп жатыр. Сәлден соң Зият келіп Бекмұратқа ақыл беріп жатыр. Құдалар қазақша білмейді. Бұл солардың тілегі. Ақ тілекті орысша айту қиын емес қой. Көсіліп шауып жыр айтып тұрар жер емес. Тез-тез екі ауыз сөзбен тілек білдір. Мөлдір сөйлемей-ақ қойсын. Қаланың әйелдері сынап мінеп жүрер. Мөлдір өзі де шыққысы жоқ. Баяғыда қаладан барып ауылға келін болған. Енді гүлді ұзын көйлегімен шығуға ұялып отыр. Шашын сәндеп, тырнақ бояуы қалғалы қашан. Той тәуірдің қазынасы. Той дегеніміз сөйлей бермеші жүгермек. Ха. Әй, сен Бекмұрат мені жүгермек дедің деп атадың ба? Ұмытпапсың ғой. Неменеге ұмытамын? Кеше ғана болғанын жай ғой. 30 жылда бала күн ұмыт болса, кім болғанбыз? Балалар 30-ға келсе де, біз баламыз ғой. Асаба бала тізімнен сызып тастаса да, мына ұмытып кетті ме, ондай болып тұрады ғой, деп жүгермек ортаға шықты. Тойдың орысша өтіп жатқаны ұят. Ой, не тарт қолыңды микрофоннан. Зият, әкең әдебиет пен қазақ тілінен сабақ беріп еді ғой. Тілін сатқан, дінін сатқан опасыз деп қақсап жүретін. Бүгінгі тойда бір қазақша ән естімедім. Менің күйім нашар, бірақ мен әлі қазақпын. Ұлт дегенде адамның жүрегі ішінен жылауы керек, ішінен. Жүрек ауруымен жүрегі барлар ғана ауырады. Менің жүрегім ауырып тұр, Зият. Ең болмаса қазақша ашпадың ба тойды? Шығарып жіберіңдер ананы. Ол бізді қорлап тұр ғой. Жер түбінен келгенде еститін сөзіміз осы ма? Әртүрлі айтылған сөздерді елемей, Жүргенбек сөзін жалғады. Бір елі лыпасынан ұятты төгіліп түсетіндей боп, жалаңаш қыздар билеп жатыр. 2 жасқа ерін жаластырып бата бердің. Шоқындырсаңдаршы. Әй, мен кеттім. Сен Бекмұрат, елге барсаң сәлем де. Туған топырақты жүрегі сыздап аңсайды де. Ақша жоқ деп әйелі тастап кетіп, өз күнін өзі көріп жатыр де. Міне 5000 бар тапқаным, 2 жасқа сыйлығым. Қайтарма қолымды. Харамнан тапқан мал емес. Теңселіп есікке беттеді. Сиын кетсе ел сырт айналады.
Әйелі емес арақ кінәлі шығар бәлкім. Арақ емес ақша кінәлі шығар. Сынапша сырғып ұстатпайтын. Кінәліні іздейтін уақыт қайда? Автобус тоқтап қалмай тұрғанда 60 теңгемен жетіп алуы керек. Далада жауын тоқтапты. Артынан жүгіріп Зияттың әйелі шықты. Әй жүгермек, тойдан сарқыт ала кет. Жаныңдағылар дәметеді ғой. Қолын созды қапшыққа. Олар қазы қарта жемегелі неше жыл. Қай тілде жүргізсе де енді кеткелі жатқан жүгермекке бәрібір. Әй иттер-ай, деді өзіне өзі. Әлгі құдаларды айтам, орысша сөйлеңдер, біз түсінбейміз депті. Тағы да бір көлік лай шашыратып кетті. Бұл жолы ол өкінген жоқ. Осымен оқиғамыз тамам. Егер сіздерге оқиға ұнаған болса, лайк басып, арнамызға қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіз. Келесі оқиғаларда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен қызықтаймыз.